Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқан барша оқырмандарға алғысым шексіз, және де жаңадан қосылып жатқан оқырмандарға Алла разы болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға береке, қуаныш, шаттық тілеймін, және де тілеп жүрген дұға тілектеріңізді Аллах тағала сондай аз уақытта ең көркем түрде, сондай қайырлы түрде қабыл етсін деп тілеймін. Бүгінгі тақырыпта шағбан айы қандай ай, шағбан айында қалай ораза ұстаймыз, осы тақырыпты тереңірек қозғайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Шағбан айы үш мүбәрәк айдың екіншісі. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын. Бір хадисте шағбан менің айым, ережеп Алланың айы, Рамазан үмметімнің айы деп осы айға да баса назар аударған. Хадистерде Алла елшісі оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, Рамазан айынан кейін ең көп осы айда ораза ұстайтындығы айтылады. Хазіретті Айша анамызда Алла елшісі Алланың оған сәлемі мен салауаты болсын, Шағбан айында ұстағандай өзге айларда ораза ұстамады. Ол Шағбан айының басым көпшілігін оразамен өткізетін. Ол амалдарды шамаларың жеткенше жасаңдар. Өйткені Алла сендер амалдан жалықпайынша сауап беруден жалықпайды дейтін дейді. Басқа бір хадисте Шағбан ережеп пен Рамазан айының ортасындағы ай, бірақ адамдар оның ерекшелігінен бейхабар. Алайда сол айда құлдардың амалдары әлемнің Раббысына қарай көтеріледі. Мен де ораза ұстаған күйімде амалдарымның Аллах тағалаға көтерілуін қалаймын дейді. Сахабалар да осы Шағбан айы туғанда Құран оқуға көп көңіл бөліп, күні-түні Құран оқи бастаған. Ендеше осы айда Құранды мән-мағынасын түсініп, көп Құран оқыған сауапты іс болмақ. Егер Құран оқи алмайтындай болса, осы айда Құран үйренуді бастағаны абзал. Құранның әрпін үйреніп, ежелеп оқуға көп дегенде 2 апта ғана уақыт кетеді. Үйренуге мүмкіндік таба алмағандар тым болмаса Құранның тәпсірі мен мағыналық аудармасын оқыған абзал. Мұсылман адам тым құрығанда осы қасиетті 3 айларда өзінің дінін үйренуге ниет танытқаны дұрыс. Осы айда пайғамбарымызға Алланың оған сәлем мен салауаты болсын, көп салауат айтқан абзал. Өйткені бұл ай пайғамбарымыздың айы. Алла елшісі Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, бір хадисте маған 1 рет салауат айтқан адамға Алла тағала 10 рет салауат айтады, яғни 10 рет рахым етеді дейді. Кейбір хадисте Алла елшісі Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, 5 нәрсе келместен бұрын 5 нәрсенің қадірін біл. Қартаймай тұрып жастықтың, ауырмай тұрып денсаулықтың, кедейленбей тұрып байлықтың, іспен шұғылданбай тұрып бос уақыттың, өлмей тұрып өмірдің дейді. Бірде Хазіретті Айша анамыз пайғамбардан Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбарым, Шағбан айында неге көп ораза ұстайсыз деп сұрадым. Сонда ол: Айша, бір жылда өлетін адамдардың аттары осы айда өмір сүретіндердің дәптерінен өшіріліп Әзірейілге тапсырылады. Ендеше мен де аузым берік күйде атымның өшіріліп басқа дәптерге жазылуын қаламаймын деп жауап береді. Қасиетті Шағбан айына белгілі бір дайындық жасаудың мәні зор. Өйткені Әбу Әмама әл-Бахилиден жеткен хадисте Алла елшісі Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, Шағбан айы кіргенде өздеріңізді тазалаңыздар және ниеттеріңізді дұрыстаңыздар деген. Шағбан айын барынша құлшылықпен өткізген абзал нәпіл құлшылықтарға көңіл бөліп, Алладан күнә қателіктер үшін жалбарына кешірім сұрап, жоқ-жітікке мұқтаждарға көмектесу қажет. Шағбан айында нәпіл ораза ұстаудың сауабы мол. Хадистерге сүйенсек, осы айда бір күн нәпіл ораза ұстаған мұсылман тозақтан 70 жылға алыстайды екен. Бірақ Шағбан айында қанша күн әрі қай күндері ораза ұстау керек екені жайлы нақты айтылмаған. Сондықтан ораза ұстау әркімнің өз еркі. Мәселен, дүйсенбі мен бейсенбі күндері ауыз бекітуге болады. Сондай-ақ Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері, яғни 3 ақ күндері ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 15-ші күні күндіз ораза ұстап, түнін ғибадатпен өткізген абзал. Өйткені бұл түні мұсылман қауымы барат түнін күтеді. Бұл күні ораза тұту мұстақап, ал ораза ұстамаған адам күнәһар болмайды. Алайда Шағбан айында шамасы жеткендер ғана ораза ұстауы қажет. Егер адам Шағбан айында үздіксіз ауыз бекітіп
Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмейтінін сезсе, онда Шағбан айында ораза тұтудың қажеті жоқ, өйткені Шағбан айындағы еректі оразадан Рамазан айындағы парыз ораза маңызды. Сондықтан да пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мұсылмандарды Рамазан айына 2-3 күн қалғанда ораза ұстаудан тыйған. Хадистерге жүгінсек, пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Шағбан айында парыз намаздарымен қатар нәпіл ғибадаттарын көбейтіп, Алланың көркем есімдерін мадақтап, зікір етіп, шүкіршілігін арттырып, кедей көпшілікке садақа берген. Сахабалар да бұл айда құлшылыққа жаңа құлшыныспен кірісетін, нәпіл құлшылықтарына көңіл бөліп, жалбарына кешірім тілеп, жоқ-жітікке қарасатын, жетім жесір, жалғыз ілікті кісілерге көмектесіп, қарттардың көңілін аулайтын. Сөз соңында айтар болсақ, берекеге толы Шағбан айын бекерге өткізіп алмай, күндіз ораза ұстап, түнде құлшылық жасаған дұрыс. Бұған қоса сүйікті пайғамбарымызға, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, сансыз салауат арнаған жөн. Алла тағала баршамызға Шағбан айының берекесіне кенеліп, құлшылықтарымыз арқылы тақуалыққа, иман ләззатын сезінуге бір табан жақындай түсуді нәсіп етсін.